Ал менің құрметті оқырмандарым, мен сіздерге жаңа видеомен шықтым. Бүгін жаз мезгіліндегі бет күтіміне арналған ағартатын, жылтырататын масканы сіздерге ұсынайын деп отырмын. Бұл масканың құрамында жаз мезгілінде барлық үйден табылатын 3 заттан тұрады. Мен үлкен қиярды қолданғандықтан масканы 2 бөліп жасадым. Осындай маскаларды қолданғанда кейбір кісілер пайдасы болмады, әсер етпеді деп жатады. Ол әсер ету үшін бірінші бетті тазалап жуып шығу керек. Базалық күтім жақсы болу керек. Өз теріңіздің типіне, проблемасына қарай дұрыс таңдалған уходовый косметикаңыздан кейін жағылған маска жақсы әсерін береді деп ойлаймын. Корей қыздарының бет күтімінің құпиясы да осында. Мысалы, кешке жатарда сіз бет күтіміне қалай дайындаласыз? Мен бірінші бетте макияж болса, гидрофильный масломен немесе шарбетпен терең тазалап аламын. Бетте макияж болмаса да, SPF-тен болмаса бетте күні бойы жиналған шаң тозаңнан терең тазалап алған дұрыс. Одан соң барып умывашка немесе пенкамен тазалап алған дұрыс. Менде одан кейінгі этап пилинг. Аптасына 2 рет немесе 3 рет болады. Осы этаптарды жасағаннан кейін барып масканы жағатын болсақ, сол кезде эффект жақсы болады. Осы масканы 10-15 минут ұстағаннан кейін бетті жуып тастап, бетіме молочка немесе тоник жағамын. Одан кейін сыворотка жағамын ылғалдандыру үшін. Соңында барып ылғалдандыратын кремімді жағамын. Қазір жаз мезгілі болған соң барлығымыз 1-2 тонға қарайып кетеміз. Өзім қолданып 100% нәтижесін көргеннен кейін сіздермен бөлісейін деп шештім. Енді маскаға келер болсақ, бұл масканы аптасына 3 рет жасаймыз. Жалпы қиярдың пайдасы өте көп. Оны біз жесек те ағзамызды тазалайтын қасиетке ие. Ол теріні нәрлендіреді, ылғалдандырады және жақсы ағартады. Ал крахмалдың құрамындағы С дәрумені зақымданған жасушаларды қалпына келтіретін қасиеті бар екен. Ал бидай ұны бет терісін балғын етіп, қан айналымын жақсартады. Ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп қойсаңыз болады. Алда әлі талай қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.